Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы тотығу, тотықсыздану дәрежесі. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты тотығу дәрежесін табудың ережесін білу және қолдану. Тотығу және тотықсыздану үдерістері бір-бірімен байланысты екенін және бір мезгілде жүретінін түсіну. Бағалау критерийлері. Тотығу дәрежесін табудың ережесін біледі және қолданады. Тотығу және тотықсыздану үдерістері бір-бірімен байланысты екенін және бір мезгілде жүретінін түсінеді. Тотығу дәрежесі деп иондық қосылыстардағы ион заряды және плюсті байланыстағы атомдардың шартты зарядын айтамыз. Атом электронын беріп жіберсе, бұл тотығу дәрежесі, яғни 10 катионға айналса, электронын керісінше қосып алса, теріс заряд анион мәнге ие болады. Ал жай заттардың тотығу дәрежесі 0-ге тең болады. Тотығу дәрежелері 10 және теріс болады. Атом электрондарын берсе 10 тотығу дәрежесіне ие болса, оны біз тотықсыздандырғыш деп атаймыз. Ал керісінше атом электрондарды қосып алса, алып теріс тотығу дәрежесіне ие болса, оны біз тотықтырғыш деп атаймыз. Қосылыстарда металдар әрқашанда 10 тотығу дәрежесін көрсетеді. Ал фтордан басқа кейбір бейметалдар 10 тотығу дәрежесін көрсетеді. Тотығу дәрежесін көрсету үшін, яғни плюс және минус таңбалары цифрдың алдыңғы жағына жазылады. Элементтердің тотығу дәрежесін анықтау үшін мынандай әдісті пайдаланамыз. Ережеге сай, алдымен тотығу дәрежесі 10 элементті, одан кейін тотығу дәрежесі теріс элементті жазамыз. Сол кезде бізде қай элемент электронын бергенін және қай элемент электронын қабылдай алатынын анықтай аламыз. Тотығу және тотықсыздану үдерісіне қарайтын болсақ, алюминий оттекпен әрекеттесіп, алюминий оксидін түзеді. Бұл жерде бізде алюминий 0 күйінен алюминий плюс 3-ге және оттегі 0 күйінен оттегі минус 2-ге. Яғни алюминий электронын беру арқылы өзі тотығады, оттегі электронды қосып алу арқылы өзі тотықсызданады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.